Балаңыз егер нәтиже көрсетпей жатса, барынша сіз барлығын жасап жатсыз, барлық теорияны білесіз, барлық ғалымдарды оқып алғансыз. Бірақ қай уақытта бала сізді естиді, қай уақытта бала оның нәтижесін көрсете бастайды. Гумандық педагогиканың атасы Шалва Александрович Аманашвилиге мен осы сұрақты қойған кезінде маған айтқан болатын. Бір бала бір айтқаннан естіп ұғып алады, бір балаға 100 рет айту керек. Балаға соны қанша рет айту керек деген сұрақ қойған кезімде маған берген жауабы: ананың міндеті баласының санасына қонып, саңлағына отырғанша дейін айтуы міндетті. 100 рет айтама, 10 рет айтама, 1000 рет айтама, керек болса 1000 миллион рет айтасың. Бірақ ананың міндеті баласының санасына жеткізу. Сондықтан ең әуелі үмітіңізді үзбеңіз, балаңыздың ең керемет бала екеніне өзіңіз сеніңіз және соның әрекетін қайталап жасай беріңіз.